Мен Анар Исмаилова атындағы кәсіптік колледж оқытушысы, дизайн мамандығының оқытушысы Садыкова Арайлым Ербосыновна. Менің бүгінгі қашықтықтан оқытатын сабағымның тақырыбы бүгінгі композициялық ойлауды дамыту. Композициялық ойлауды дамытудағы бұл сабақты өтудегі мақсатым білім алушыларды қашықтықтан оқыта отырып сурет салудың қыр-сырын және киім мамандығы болғандықтан киім үлгілерін салудың, эскиз салудың қыр-сырын меңгерту. Енді мен бұл жерде бүгінгі сабағым тәжірибелік болғандықтан мен эскиз салып көрсетемін. Сіздер мұқият қарасаңыздар. Біз пропорциялық қатынасын тауып аламыз. Ортасындағы центр нүктесін табамыз. Центр нүктесін қалай тап? А4 форматының бірінші төбесін белгілеп, астын белгілеп, ортасынан сызық түсіреміз. Осы екі сызықтың қақ ортасын бөлеміз. Мұны екі бөлікке бөлеміз. Осы сызығымызды бірінші бөлікті тағы да екіге бөлеміз. Екінші бөлікті тағы да екіге бөлеміз. Енді бізде 4 бөлік пайда болды. Осы 4 бөлікті де тағы да екіге бөлеміз. Әрбір бөлікті екіге бөліп шығамыз. Енді мына ортасындағы қақ бөлген сызығымыз бұл адам фигурасының бөксе сызығы болып есептелінеді. Енді адам тұлғасын саларда оның әрбір бөлігі бастың өлшеміне тең келеді. Бірінші өлшемге біз адамның бас өлшемін сыйдырамыз. Міне осы бас өлшеміне әрбір бөлшек тура келеді. Стандарт бойынша екінші бөлшекке біз иығына дейінгі көріністі сызамыз. Енді біз адамның қимыл қозғалысқа түсіру үшін бөксе мен иық сызығы үлкен рөл атқарады бұл жерде. Біз егер бір бөксесін көтеретін болсақ, мына сызығымыз көтеріледі, дағыны иық сызығымыз біздің кері қарай көтеріледі. Сонда бізде екі сызық бір-біріне трапеция болды. Осы сызықтарды бір-біріне қосу арқылы біз адам фигурасын сызамыз. Мінекей, мына жерде геометриялық фигуралар арқылы сызатын болсақ, мінекей бізде адамның белге дейінгі көрінісі, мінекей бөксеге дейінгі көрінісі. Келесі сызығымыз біздің мынау тізеге дейінгі көрінісі. Келесі барамызда тобыққа дейінгі көрінісін сызамыз. Екінші өлшемді аяқты қайда қоямыз? Мүмкін мынау бір аяқтың артына қоямыз, немесе жанына қоямыз. Ода тұрған ешқандай ерекшелік жоқ. Сондықтан да мен екінші аяғын мына жерге қоямын деп есептеп аламын өзім. Екінші аяғын. Міне енді осы геометриялық сызықтар арқылы екінші бөлшек, осыған көбірек мән беремін. Бірінші бөлшек, екінші бөлшек, үшінші, төртінші бөлшек болып шықты. Енді осы сызықтарды пластикалық сызықтар арқылы бір-біріне қосып шығам. Міне, сонда мынандай бұрыштар кетеді, геометриялық фигуралар болып сызылған. Мына жерде көкірек сызығы, екінші бөлшекке, қазір мына жерін туралап жіберейін. Екінші бөлшекке біз адамның келесі аяғын түсіреміз. Міне. Енді стандарт бойынша адамның қолын салған кезде әрбір адамның қолы бел сызығына келіп, адамның қолындағы шынтақ бел сызығына келіп тіреледі. Егер ол қолын көтеретін болсақ, ол сызық жоғары қарай көтеріліп кетеді. Міне осылай қолды неғұрлым жоғары көтерген сайын шынтақ сызығы да соғұрлым жоғары көтеріліп кетеді. Мен егер қолын көтермейтін болсам, мына жерден бел сызығынан түсіреміз. Екінші қолмен көтеретін жағдайда, міне, екінші жағдайда осы овалды сызық арқылы шынтақта көтеріледі. Сонда мен адам фигурасының геометриялық түрін сыздым. Ол пластикалық сызықтар арқылы қосу барысында қосу барысында адамның денесіне
түрлі стильдегі киім үлгісін киіндіре отырыпсам. Мен қазір алғанда классикалық стильді алатын болсам, мінекей, тік белдемше, кәдімгі жейдеше, сәл еркін вариантта көрінген жейдеше. Енді бұл жердегі маған сендерге оңай болу үшін керек емес көмекші сызықтарды мен өшіріп тастаймын. Маған бұл фигураның пропорциялық қатынасын шығарып алу үшін керек болды көмекші сызықтар. Енді маған мен тұрғызғаннан кейін көмекші сызықтар керек емес. Енді осыны өшіріп толық фигураны шығарамыз. Мінекей, көкірек сызығы, міне жерде бел сызығынан ауытқымай жейдешені орналастырамыз. Мына жерде белдемшесі, аяқ ұшы, енді түрін салу міндетті емес. Енді ол өз еріктерің қыздар. Түрін салу мына жерде кішкене киім үлгісіне сай ете отырып, шаш үлгісінде салып қойсаңдар болады. Енді осы киімді салу барысында біз түрлі сызықтарға тоқталамыз. Жуан, жіңішке сызықтарға тоқталамыз. Жуан, жіңішке сызықтар бізге не үшін қажет? Олар адам тұлғасының көлеңке жарығын орналастыру үшін. Мысал үшін киім қыртыстарын орналастырамыз. Киім қыртыстарын орналастыру барысында мінекей мынандай қыртыстар пайда болады. Мінекей осыларды орналастыру барысында бізге жуан, жіңішке сызықтар керек болады. Мінекей осындай дайын фигураны істеп шығара отырып, композициялық бүгінгі тақырыбымызға байланысты әртүрлі стильде, спорттық стиль, фольклорлық стиль, предапарте стилі, әртүрлі стильде эскиздер сызып, және оны түрлі көлеңке жарығын шығарып, графикалық түрде салып орындасаңдар болады.